Мәдениет және ақпарат министрлігі тіл комитетінің тапсырысы бойынша дайындалған «Біз қазақша сөйлейміз» атты реалити-шоу бағдарламасының мақсаты Қазақстанда тұратын этнос өкілдерінің мемлекеттік тілді қолдауға мүдделілігін арттыру, қазақ тілінің коммуникативтік мүмкіндіктерін жаңа уақыт талаптарымен ұштастыра кеңейтуге жол ашу. Қатысушыларға қазақ тілін үйрету барысында олардың тілдік, қатысымдық құзыреттіліктерін дамыту, жағдаяттық тапсырмалар мен интерактивтік әдістер негізінде қатысушылардың алған білімін өмірде қолдана алуға дағдыландыру. Реалити-шоу мүмкіндіктерін пайдаланып, көрермендердің мемлекеттік тілді қолдануға мүдделілігін арттыру. Қайырлы күн, құрметті тілсүйер қауым. Сәлеметсіздер ме? Мемлекеттік тілдің мерейін үстем етер мәртебелі көрермен. Қазақ тілін қызықты да тартымды қып, жағдаяттық тапсырмалар арқылы өздігінен үйренуге мүмкіндік жасауды көздейтін «Біз қазақша сөйлейміз» атты реалити-шоуға қош келдіңіздер. Олай болса, сын сәттерде шын бейнесін көрсетуден тайсалмайтын біздің қатысушыларымызға зор қошемет көрсетпейік. Анна Леонова, 1987 жыл туған, сүйіктісі шетел әдебиетін оқу және ешкімге көрінбей билеу, жақсы көретін қазақ сөзі адалдық. Юрий Капнов, 1979 жылы дүниеге келген, сүйіктісі бала тәрбиелеу, жақсы көретін қазақ сөзі өмір. Марина Михтаева, 1983 жыл туған, сүйіктісі әдеби кітаптарды оқу, жақсы көретін қазақ сөзі дастархан. Алексей Дорофеев, 1964 жылы дүниеге келген, сүйіктісі балық аулау, аңға шығу және саңырауқұлақ теру, жақсы көретін қазақ сөзі жаным. Наталья Пешкова, 1981 жылы дүниеге келген, сүйіктісі спортпен байланысты кез келген нәрсемен айналысу, жақсы көретін қазақ сөзі өзен және өлең. Дмитрий Байназаров, 1986 жыл туған, сүйіктісі велосипед тебу және әңгіме жазып сурет салу, жақсы көретін қазақ сөзі айналайын және масқара. Біз сіздерге ескертіп өтейік, «Біз қазақша сөйлейміз» атты реалити-шоудың бүгінгі тақырыбы хабарласып тұрайық. Бірінші тапсырма бойынша қатысушылар 1,5 минут аралығында залда отырған көрермендер арасынан өзі қалаған адамға гүл ұсынып хабарласып тұруға келісімін алуы керек. Қатысушы ол үшін ұсынған сыйлығының мәнін айтуы, сөздің шынайылығына серіктесінің көзін жеткізу үшін сәтті мадақ сөз, мақал-мәтел, этикеттік сөз орамдарын қолдануы тиіс. Алдымен бастау қиын дейді ғой. Не болса да бүгінгі сайысымызды бастайтын Ирина өткен жолғы бағдарламамызда ең жоғарғы нәтижеге қол жеткізген ол өзіміздің сүйікті сымбатты қызымыз Марина ғой. Сондықтан да Марина, сізден бастаймыз. Біздің Маринамыз осы жолғы тапсырманы да ойдағыдай орындап шығады деген үміттеміз. Кешіріңіз, сізбен танысуға бола ма? Саламатсыз ба? Мен сізге арнайы гүл алдым. Мен үшін ба? Я. Өте керемет гүл екен. Тусы игіден түңілме деген. Мен сізді өте жақсы адам деп ойлаймын. Мен сізді қысылғанға қол ұшын береді деп ойлаймын. Танысайық. Қателеспепсіз. Бұл түймедік. Мынау гүл тазалықтың және қарапайымдылықтың символы. Мен сіздің деген көңілім таза. Мен өзім өте қарапайым адаммын. Көрініп тұр. Танысайық. Есімім Мерлан. Менің есімім Марина. Рахмет гүліңізге, Марина. Сізбен танысқаныма қуаныштымын. Мен де өте қуаныштымын. Сізге де көмек керек болса айтыңыз. Мен сізге әрқашан көмектесемін. Жарайды. Қошемет көрсетіп қойыңыздар. Адамның күні адаммен деген дұрыс па? Дұрыс. Онда сіздің телефоныңызды немесе электрондық поштаңызды жазып алыңыз ба? Рахмет сізге. Бәрекелді. Меніңше Ирина, біздің Марина талай жігіттің жүрегін хабарласып тұрайық. Тезақ жаулап алатын секілді. Сау болыңыз. Әрине. Ендеше Марина ханымға сарапшыларымыз қандай баға береді екен? Назар аударайық. 8, 9. Қошеметтеріңіз. Ал Алексей мырза іске сәт. Мүдірмеңіз, мұқалмаңыз.
Ал біз қолдап, қошемет көрсетіп қояйық. Қыз жоқ жерде қызық жоқ. Бәрекелді. Не деген мақал? Соңғы міне адеме, қолда адеме гүлім бар. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз бе? Сізбен танысуға болады ма? Болады. Болады. Жақсы. Міне қолымда раушан гүлім бар екен. Ол өзімді гүлім жақсы көрем. Сіз қалай? Әрине, әрбір қыз баласы гүлді жақсы көреді деп ойлаймын, сол себептен жақсы көрем гүлді. Міне қолымда раушан гүл. Бұл гүлдің патшасы ғой. Гүл өзі әдемі екен. Иісі қанша гүл болса, иісі бәрінде басқа. Гүл қай жерде болса да көбелек сонда. Сол үшін міне осы әдемі гүлді сыйласам қалай қарайсыз? Әрине, қуана-қуана қабыл аламын гүліңізді. Рахмет. Бәрекелді. Кешін, сізді телефонда алуға болады ма? Енді гүл берді деп телефон бере салу деген. Ренжімеңіз, электрондық почта арқылы араласып тұрсақ болады. Жарайды. Жарайды, мен жазып берейін өзім. Сау болыңыз. Бәрекелді. Бәрекелді. Ал біздің сарапшыларымыз Алексейге қандай баға береді екен? Сарапшылар біздің сіздерде? 8, 7, 8. Қошемет. Ортаға 1000 бұралған биші Натальяны шақырамыз. Наталья. Сәлеметсіз бе, Сырбай жігіт? Сәлеметсіз бе? Мына гүлді сізге сыйласам бола ма? Әрине болады, рұқсат. Раушан ең сұлу, ең жұпар иісті гүл. Ал сары тұз байлықтың, берекенің символы. Мен сізді әрі бай, әрі таланты, әрі іскер азамат екенімізге сенемін. Адамның байлығы оның мал дүниесінде емес, жан дүниесінде. Осындай мен бұл гүл сіздерге сыйламын. Рахмет. Таныс болайық. Менің атым Наталья. Менің атым Руслан болады. Сізбен танысқаныма өте қуаныштымын, Наталья. Тамаша. Өте күніштімін. Сіз маған сіздің телефон беріңізші, жазып беріңізші. Рахмет сізге. Танысып болайық. Күніңізге рахмет. Сау болыңыз. Сарапшылар, сіздер не дейсіздер? 7, 7, 8, 8. Бәрекелді, қошеметтеріңіз көрсетіп қойыңыздар. Ал енді ортаға талантты да сымбатты жігіт Юрийді шақырамыз. Қызыл гүлдер, сары гүлдер, көк гүлдер. Қыздар отыр, сұлу гүлдер, көп гүлдер. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сіздің атыңыз кім? Рәбия. Өте керемет аты. Мен атым Ерболат. Ақ қыздар арасында аққу болып көріндіңіз сіз маған. Рахмет. Ал мынау жайнаған раушан гүлі аққудай көгілдіргіндей сізге ғана лайық. Қызыл түсі менің жүрегімнің түсі. Енді талғамға талас жоқ. Сізге де қызыл түсі ұнайды деп сенемін.
иә ұнады ма? ұнайды. Маған да ұнайды, бірақ мен сізге берейін деп тұрмын мынау гүлді. Менің ойымша, осы сөзден кейін сіз бас тарта алмайсыз. Неден? Телефоныңызды беріңізші. Бересіз ба? Ойланып көрейін. Беріңізші. Алдым. Тамаша. Юрийдің бағасы қандай? Сарапшыларымыз не дейді екен? 8, 7, 7. Қошеметтер. Ал Анна ханым, сізге сәт. Рахмет. Осы гүлді елінің ұлы намысының құлы бола алатын нағыз азаматқа сыйлау керек деп ойлаймын. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Рұқсат болса, осы гүлді сізге сыйлайын деп едім. Әрине рұқсат. Сіз маған жүрегінде оты бар, кеудесінде намысы бар азамат болып көріндіңіз. Солай деп ойлаймын, дұрыс па? Әрине дұрыс. Енді осылай болса, онда жолы жіңішке қыздың беттің қайтармассыз. Сондықтан танысып қояйық. Мен Анна, замандасыңызбын. Менің есімім Абдул Вахид. Қандай тамаша есіңіз. Білесіз ба, мен табиғилықты өте жоғары бағалаймын. Сондықтан осы пәк гүлдерді сізге сыйладым. Осы гүлбен егер сіздің сөзбен айталмайтын, жүрегімен сезетін нәрселерді жеткізуге болады. Хабарласып тұрайық, сіз маған өзіңіздің телефоныңызды берсеңіз. Әрине беремін. Тамаша, жазып алыңыз. Алыңыз. Рахмет. 9 бал. 9, 10. Бәрекелді. Қошеметтеріңіз Анна ханымның еншісінде 28 ұпай. Ал енді ортамызға батыр жігіт Дмитрийді шақырамыз. Дмитрий. Дмитрий ортаға шықты, бір қызық болары анық. Мен үшін хризантема гүл патшасы. Гүл патшасын көзіме ыстық көрінген аруға сыйлығын келіп тұр. Сыйлығын келіп тұр. Кімге сыйлайды екен Дмитрий? Көзі, қыстау дейм, бәрекелді. Сен мені көзіме оттай басылдыңыз. Гүл патшасын қыз патшасына сыйлаймын. Рахмет. Білсем болады ма екен, неге сары түсті таңдадыңыз? Сары түс байлық символы. Меніңше, сіздің жаныңыз бай. Рахмет. Өзіңді таныстыруға рұқсат етіңіз. Менің аты жөнім Дмитрий Байназаров. Журналистпін, бойдақпын. Жүрегі таза, басып, достапқым келеді. Дос болайықшы. Болайық. Жақсы, жарайды. Сіздің атыңыз кім? Арай. Арай. Қандай керемет есім. Рахмет. Арай, хабарласып тұрайық. Тұрайық. Телефоныңызды жазып беріңізші. Жарайды. Ой, рахмет. Сұлу қыз. Ой, рахмет.
Ал сіздер қандай баға бересіздер, сарапшылар? Құрметті сарапшылар, назарымыз сіздерде. 9, 8, 9. Ал сонымен алғашқы тапсырманы қорытындылайық. Бірінші тапсырма бойынша алған ұпайлары. Сонымен шарттарға назар аударыңыздар. Екінші тапсырма бойынша Алматыдағы орталық саябақта танысқан адаммен скайп арқылы сөйлесіп, жеке басына және қызығушылығына қатысты неғұрлым көп мәлімет алуы керек. Жаңа танысын киноға шақырып, міндетті түрде келісімін алуы тиіс. Әңгіме үстінде кемінде 2 этикеттік сөз орамын, 2 мақал мәтел және 2 фразеологиялық тіркес қолдануы қажет. Ал енді бұл тапсырманың қалай орындалған назарларыңызға ұсынамыз. Бұл сынақтан алғашқы болып Дмитрий өтті. Көрейік. Сәлем, қалың қалай? Не бітіріп жүрсің? Сәлем, жақсы. Жаңа мысығымды тамақтандырып болдым. Өзің қалайсың? Жақсы, рахмет. Өткендегі жаңбырдан кейін тұмаратын қырап қалған жоқсың ба? Денсаулығың қалай? Денсаулығым жақсы. Тұмаратып қалған жоқпын. Үйге тез жеттің ба? Иә, тез жеттім. Сенің мысығым сені көтіп қалған шығар? Иә, күтіп сағынып қалыпты. Скайп бағдарламасы болғаны қандай ғажап, иә? Скайпты білмегеніме қарамастан бақытыма қарай сені тез таптым. Сені көріп тұрғаным қандай тамаша. Оймақ ауыз, көлім көз, қазақ қызымен танысу арманым еді. Сен де айтады екенсің. Сен қайда оқисың? Мен медициналық университетте оқимын. О, шыркын! Жайдан жай әлемді сұлулық құтқарады деп айтпайды ғой. Саған қандай адамдар ұнамайды? Қыста қарызға қар бермейтін адамдарды жарата бермеймін. Сен ертең боссың ба? Саябаққа барып қадырайық? Ертең боспын, бірақ ғаламторда ертең жауын жауады деп айтқан. Ендеше киноға барайық? Болады. Жарайды. Ертең саған телефон соғамын. Сау бол, сау бол. Бәрекелді. Дмитрий тапсырманы орындады, ал қалай орындағанын біз сарапшылардан біліп көрейік. Сарапшылар. 7, 8. Бәрекелді. Дмитрийдің еншісіне 23 ұпай, ал біз келесі көріністі әрине Аннаның қатысуымен тамашалаймыз, е? Сонымен, экранға зер салыңыздар. Алло, Маздап, естіп тұрсыз ба? Саламатсыз ба? Маздап, мен соңғы рет сізді көргенде саябақта тез қашып кеттім. Осыған ұят болды. Сізді бүгін киноға шақырайын деп едім. Киноға барғанды онша жақтырмаймын мен. Көбіне концерт, жанды. Білесіз ба, мен сізді алғаш рет көргенде өте мейірімді адам екендігін көрдім. Ол рас па? Солай болса, солай да шығар, кім біледі? Өзіңді өзің мақтамайсың оған. Әрине, айтады ғой, аузын ашқанда жүрегі көрінетін. Тура дәл сол сіз туралы айтылған сөз ғой. Бүгін жаңа фильмнің тұсаукесері болады екен. Сонан түскен ақшаны мүгедек балалардың қорына аударады. Соған 2 билетті алдым. Жақсы, онда әрине барайық, әңгіме жоқ. Бірақ біздің жастау, мен кішкене ересектеу, жас аралығымыз алшақтау дегенде қалай болады екен бірге жүрген? Ол туралы уайымдамаңыз. Достық үшін жас жоқ. Аға, енді қарындасын ренжімейтін шығарсыз. Ер екі сөйлемейді. Сағат 7-де күтемін. Жарайды, мақұл, келістік. Жақсы, көріскенше сау болыңыз. Көріскенше сау болыңыз. Бәрекелді. Ал сарапшылар. 8, 9. Сонымен Анна бүгін белсенді болды, ал енді келесі біздің белсендіміз Ирина. Ол ойышқыр журналист ханым Марина.
Сәлем. Сәлем. Мен көргеніме қуаныштымын. Мен де сізді көргеніме қуаныштымын. Мен сізді хабарласпай ма деп ойлап ем. Менімен сөйлесуге уақытыңыз бола ма? Әрине болады. Хабарласайық. Сіз маған саябақта иман жүзді адам сияқты көріндіңіз. Сондықтан мен жақын танысам деп шештім. Досыз өмір, сөнген көмір. Дос тапқым келеді. Бәрекелді жарайсың, мақалды жақсы біледі екенсің. Досың көп болса, дұшпаның жоқ болады дегендей. Сіз бос уақытыңызда не істейсіз? Мен бос уақытымда ғаламторда отырам. Достарыммен хабарласам. Ал сен ше? Мен кітап оқимын. Кітап оқисың ба? Иә. О, керемет. Мен де анда-санда болады енді. Кітап оқып қоям. Жігітке жеті өнерде аз дегендей. Ал спортқа қалай қарайсыз? Спортқа ма? Иә. Спортпен шұғылданам. Жеңіл атлетика. Ал сен? Мен спортшы емеспін. Сен журналистсің ғой. Иә. Сіз актерсіз? Иә. Киноға жиі баратын шығарсыз. Жиі емес енді, анда-санда ғана. Шақыру бізден келесім сізден болсын, киноға барайық. Жарайды, барсақ барайық. Қандай кино? Егер қаласыңыз Тихоокеанский рубеж фильмін көрейік? Қалауың болсын? Бүгін сағат 7-де кездесейік. Жарайды. Бірақ менде сенің номерің жоқ. Номеріңді айтасың ба? 701 715 30-15. Жарайды. Марина деп сақтап қойдым. Рахмет. Кездескенше. Маринаның да нәтижесі жаман емес. Жаңа досы киноға баруға келісімін берді. Ал біздің сарапшыларымыз Маринаға қандай баға қояды? 10. 9. 10. Қазақтың сары домалақ баласы Юрий. Қол шеме. Сәлеметсіз бе, Шынар ханым? Ой, сәлематсыз ба? Кешіріңіз, сіз кім боласыз, мен сіз танымадым. Есіңізден шығып кеттім бе? Мен ғой Юра. Қай Юра? Ой, сырдың су сирағынан келмейтін сері Юрамын ғой. Есіңде жоқсыз. Сізбен саябақта танысқам. Иә, енді есіме түспей жатыр. Ой, одан бері қанша уақыт өтті. Юра, қалай сіз ұмытпағансыз? Ой, неге ұмытайын? Шынар ханым, жүзіктің көзінен өткендей сізде аруды ұмыту мүмкін бе? Рахмет, тамаша. Сіз маған өте жақсы әсер қалдырдыңыз. Қазақта бір тамаша сөз бар ғой. Жақсы мен жолдас болсам, жеткізеді мұратқа деген. Айтпақшы, Шынар ханым, сіз саябақта да маған мамандығыңыз туралы айтқан жоқсыз ғой, иә? Иә, айтқан жоқпын. Бірақ мен саябақта сізді таныдым. Солай ма? Иә, әдейі бар таныстым. Мен телевизордан сізді жиі көретінмін. Иә, сонымен ғаламтордан сізді тауып алдым. Керемет. Міне, қандай қызық, иә, Шынар ханым? Иә, айта ғой. Сізге бір жігіттік базынам бар. Айта қойыңыз. Сізді киноға шақыруға бола ма? Мәссаған. Мұныңыз қызық болды ғой. Мен сізге саябақта айтқан сияқты едім ғой. Менің жанұям бар, жолдасым бар, балам бар. Жоқ, Шынар ханым, қорқатын ештеңе жоқ. Мен сіздің жолдасыңызбен бұрыннан таныспын. Солай ма? Иә. Иә, кездескенде бәрін түсіндіремін. Шынар ханым, бүгін кешке қолыңыз бос па? Жарайды, сен үшін мен бүгін қолымды босатайын. Мен сізді күтейін. Кешкі 7-де, иә?
жарайды, кешкі 7-де. Жақсы, рахмет Шынар ханым. Кездескенше. Сау болыңыз. Бәрекелді. Ал Юрийдің сарапшылардан көретін бағасы қандай? 9, 10. 10. Қошеметтеріңізді сап қойыңыздар. Юрийдің қоржынында 28 ұпай. Бәрекелді. Юрийдің қоржында 28 ұпай. Ал енді келесі қоржынына қанша ұпай түсетіні белгісіз. Біздің Наталья ханым бұл тапсырманы қалай орындады екен? Барлығымыз бірге тамашалайық. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Бұл мен ғой, Наталья. Иә. Есіңізде ме? Иә, есімде. Сізбен саябақта танысты ғой. Иә, саябақта, дұрыс айт. Сіз маған визиткаңызды бергенсіз. Мүмкіндік болса өзіңізбен жақын таныссам деп едім. Мен сізге әйелім бар деп едім ғой? Менде. Неге бірден жаман ойлайсыз? Мен сізбен дос болғым келеді. Өйткені мен қазақша үйрегім келеді. Онда қазақ тілін үйрететін сабақтарға барып қатысыңыз. Өте жақсы, өте керемет сөз айттыңыз. Менің уақытым болмай тұр. Ал сізбен сөйлесу мен үшін өте қызық. Сіз қазірдің өзінде қазақша жақсы сөйлеп тұрсыз. Көре, көсем боларсың. Сөйлей, шешен боларсың деген. Сізден жығылдым. Иә, не айтқыңыз келді? Бармасам келмесен жат боларсың. Сондықтан жақын араласайық. Сізді бір жерде шақырсам, қалай қарайсыз? Қайда? Кино ойнатасыз ба? Енді киноны кім ұнатпайды? Бәрі жақсы көреді. Қай жанрдағы? Детектив, мелодрама, негізі соңғы кезде комедияны жақсы көріп жүрмін. Қандай керемет? Ойымыз біз жерден шықты. Мен де комедия ұнатамын. Білесіз бе, қазір «Копы в юбках» деген кино жүріп жатыр. Соған барайық. Сіз маған киноның атын қазақша айтыңызшы. Аты қызық екен. Енді қызша киінген полицейлер деп аудара салайық. Өте қызық екен. Шақыру бізден, келесім сізден болсын. Жарайды. Билет алып, мені ертең сағат 3-те Меганың алдына күтіңіз. Құп болады. 8 қырлы, бір сырлы жігіт екінсіз. Рахмет. Кездескенше, күн жақсы болсын. Жақсы. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Жаңа досына жылы лебізін білдірген Натальяға сарапшыларымыз қандай баға қояды екен? 8. Келесі кезекте 8 қырлы, бір сырлы азаматымыз Алексей мырзада. Еркеш, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Кешіңіз, біз демалыс күні саябақта